Салем, достар, қайырлы күн. Бүгін қыстырғыш жасаудың бірнеше әдісімен үйрететін болам. Неге алдында көрсетіп өтілгендей, осындай материалдар дайындап аламыз. Қайшы, қыстырғыш, темір іштегі қыстырғышын дайындап аламыз. Мынандай крючок 2-0. Сосын өздеріңіздің қалауларыңызға қарай жіптерді талдасаңыздар болады. Ал біздің жерде күнбағыс гүлден жасаймыз, сондықтан оған сары жіп және жапырағына жасыл жіп, қыстырғышқа қоңыр жіпті пайдаланып отырмыз. Кеттік, тоқуды бастаймыз. Осылай ақырындап тоқуды бастай бересіздер. Ешқандай қиыншылық жоқ, оңай әрі тез. Қыздарымызға жақсы ұнайды. Өз қолдармен тоққан қыстырғыштары күшті, жақсы көңіл күй сыйлайды. Неге өстіп тоқып аламыз бір жақ шетін. Сосын қайталап бір жақ шетін тоқимыз. Сіздерге осындай әдемі қыстырғыштар ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қойсаңыздар болады. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Менімен бірге болыңыздар. Мен сіздерге үйретуден ешқашан жалықпаймын. Тағы да басқа да түрлерін әлі жалықпай көрсететін боламын.
Мінекей бір-неше әдемі күнбағыс қыстырғышын дайындап болды. Өте оңай. Мұқият қарап, үйреніп алыңыздар. Сәлем достар, екінші түр қыстырғышымызды бастаймыз. Оған да сол қажетті заттарды дайындап аламыз. 2-нөл крючогымызды дайындаймыз. Осы қыстырғыштың үстіне тоқып шығамыз айландырып. Өте мұқият қарап, үйреніп алыңыздар, қиын емес. Мінекей тоқып болдық. Енді ыстық жердің көмегімен артық пардай жерін шақырып тастаймыз. Сыртқы бөлімін тоқып болдық. Өзіміздің қалаған жіпкемізді тоқтатып болады. Енді күнбағыс түбін ішін тоқып аламыз. Ішін сосын жағында күнді тоқимыз. Сонымен біздің қыстырғышымыз дайын болады. Асықпай қарап, үйреніп алыңыздар. Еш қиындығы жоқ.
Тоқуымыз да дайын. Енді артық жүктерін біздің көмегімен, қайшының көмегімен кесіп тастаймыз. Артық жүктерін шығып кетпейтін етіп үйден ішіне кіргізіп тастаймыз. Ақау кетпеу үшін артық жүгін кесіп тастаймыз. Сосын стерженнің көмегімен жаңағы дайындалған қыстырғышымыздың артына шаптаймыз. Әдемі күнбағыс қыстырғышы дайын болды. Салем достар, бізге мынадай жіңішке қыстырғышқа әртүрлі гүл тоқып үйренеміз. Оған артық заттың керегі жоқ, өзіңіздің қалауыңыз бойынша қыстырғыштың түрін шығарсаңыз болады. Біз баяғыдай сол 2:0 крючогымыз керек болады. Гүлдің ішін шығарып аламыз. Осылай көріп үйреніп алсаңыздар, неше түрлі қыстырғыштар тоқып үйреніп аласыздар.
мінекей гүлдің түрін жасап алдық. Енді екі жағында жіпті тартып, домалақтап, қысып байлап тастаймыз. Тарқатылып кетпеу үшін, содан кейін артық жібін кесіп тастаймыз. Содан кейін жарықта дайындап алған гүлімізге ыстық желімнің көмегімен шаптап қоямыз. Қыстырғышымызға петр матасының кішкентай көлеміндегісін өткізіп, соған ыстық желімнің көмегімен жаңа жасаған гүлімізді шаптаймыз. Мінекей осындай қыздарға арналған қыстырғыштар ұнаса, жасап көрсеңіздер болады. Өте күшті, әдемі, нағыз қыздарымызға арналған. Каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Сіздерге көп рахмет, менің бие болғандарыңызға.